Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Музыкалық білім беру мамандығы пәні балабақшада музыкалық тәрбие әдістемесі тобы МБВ 18 тобы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мерекелік ертеңгілікке дайындық және оны өткізу. Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Ахметова ұсынған мектепте музыка сабағын оқыту принциптері. Ветлугина балалар бақшасында музыкалық тәрбие беру методикасы. Дүйсенбекова музыкалық білім беру педагогикасы. Жексенбаева ұсынған оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Момынов музыканы тыңдай және түсіне білу. Мерекелік ертеңгілікке дайындық және оны өткізу. Ертеңгілік балалар бақшасында өткізілетін жалпы тәрбие жұмыстарының бір бөлігі болып табылады. Ертеңгілікке адамгершілік, ой дене және эстетикалық тәрбие міндеттері жүзеге асырылады. Сондықтан мерекеге дайындық, оны өткізу және балалардың одан алған әсерін тиянақтау жұмыстарын педагогикалық процестің бір тармағы деп қараған жөн. Ертеңгіліктің бағдарламасы шамамен 1,5 ай бұрын ойластырылады. Оған балаларға жақсы таныс және мерекені атап өткенге дейін қалған уақыт ішіндегі сабақтарда меңгерілетін билер, музыкалық ойындар, әндер қосылады. Сондықтан мерекелік бағдарламаға музыкалық материал іріктегенде балалардың мүмкіндігін ескерген абзал. Репертуарға іріктелген бағдарлама бірте-бірте музыка сабақтарының жоспарына енгізіледі. Барынша күрделі әндер, билер 1,5 ай ішінде үйретіледі. Репертуардың бір бөлігі қызықты сәттерде, күрделі емес ойындар мен қойылымдарда балалар мерекеге аз күн қалғанда дайындайды. Мерекеге дайындық түрлі сабақтарда көркемдік қызметтің әр түрінде жүргізіледі. Балалармен алдағы мереке туралы әңгіме өткізіледі. Соған қатысты әңгімелер оқылады. Тақпақтар үйретіледі. Ертеңгіліктің ойдағыдай өткізілуі ең алдымен жақсы ойластырылған сценарийге тән. Ол мүмкіндігінше тартымды көрсетулер мен орындауларға толы болып, жоғары және дайындық топтарында 35-40 минуттан, ал кіші топта 25-30 минуттан аспауға тиіс. Жақсы құрастырылған бағдарламада балалардың әрекет етуі мен демалуға ретімен кезектесіп отырады. Мектеп жасына дейінгі ең кішкентайларды олардың қолдарындағы атрибуттар, жалаушалар, әуе шарлары гүлдер қуантады. Бөлменің мерекелік безендірілуін олар бірден аңғармайды. Ол үшін көруге арнайы уақыт беру керек. Балалар өз сезімдерін білдіруге алғашқы сәттері ұстамдылық көрсетеді. Кіші топтарда ертеңгіліктердің бағдарламасына ересектердің орындауларындағы қызықты көріністер көбірек қосылады. Кішкентайлардың қимылы әлі де болса күрделі емес. Олар дербестілігін аз танытады. Олар бастапқы кезде өлеңді тәрбиешіге қосылып қана айтады. Билер мен ойындар көрсетіліп орындалады. Қызықты көрсетулер ретінде қуыршақ театрының кейіпкерлері жиі қолданылады. Олар мереке бағдарламасының бір бөлігін жүргізеді. Ересектеу балаларға қабылдау мен орындаушылық қызметтегі белсенділік тән. Бөлменің сәнді жиналуы, әртүрлі атрибуттар, кейіпкерлердің костюмдері, осылардың барлығы балалардың назарын аударады. Олардың өздері безендіру жұмыстарын байқайды, сәуле эффектілеріне қызыға қарайды. Жоғарғы топтың балалары ертеңгіліктерде көп жағдайда дербес әрекет жасайды. Тәрбиешінің көмегінсіз таныс ойындарды, билерді сенімді орындайды. Қойылымдарға қатысады. Олар коллективте еркін бағдар жасайды. Жолдастарының қимылды дұрыс орындауларын қадағалай алады. Орындауларға балалар қатысуы тиіс. Оның мәнісі ән, би, ойын, хороводтардың коллективті түрде орындалатындығында. Бала дербес өнер көрсете алмағанның өзінде шағын топта қосылып орындауы керек. Музыка тәрбиесі жөніндегі жұмысты жақсы ұйымдастырған жағдайда әрбір жастағы топтарға бөлінген бағдарлама мазмұнын барлық балалар жақсы меңгереді. Сонымен қатар топта басқаларға қарағанда бағдарлама материалын жеңіл және жылдам игеретін балалар болады, және олардың бұдан былайғы дамуы күрделілеу шығармаларды қолдануды талап етеді. Мұндай балаларға
өз қабілеттерін толығырақ көрсетуге мүмкіндік беретін ән салу, би билеуге құралған күрделірек рөлдерді тапсыруға болады. Мерекелік ертеңгіліктердегі тәрбиешінің қызметі сан алуан. Ең жауаптысы жүргізушінің рөлі болып табылады. Оның сезімталдығы, балалармен еркін әңгімелесе білуі, өлеңді, текстерді мәнерлеп оқуы көп жағдайда жалпы көңіл күйді және мерекені жүргізу барысын анықтайды. Ертеңгіліктің жақсы темпте өткізілуі тиіс. Орындаулардың шұбалаңқылығы, олардың санының көп болуы, орынсыз үзілістер, осылардың барлығы балаларды жалықтырады. Эмоциялық физиологиялық ауырлықтың біртұтас жүйесін бұзады. Бұдан арылу үшін мерекеге ең алдымен ересектердің белсене араласқаны жөн. Педагогикалық кеңес кезінде сценарийді талқылағанда әрбір тәрбиешінің рөлін, оның міндеттерін анықтау қажет. Балаларды киіндіретін жарық эффектісін реттейтін, жекелеген кейіпкерлердің дәл уақытында шығуын, қызықты сәттерді өткізетін жауапты адамдарды тағайындау керек. Балалар бақшасындағы мерекелер тәрбие процесінің негізгі құрамдас бөлігі. Олар мектеп жасына дейінгі жеткіншектердің қалыптасуына белсенді ықпал етеді. Өз дағдыларын, іскерліктерін, шығармашылық ойларын көрсетулеріне мүмкіндік береді. Педагогикалық жұмыстың белгілі бір қорытындысын шығарады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша сіздерге үйге тапсырма. Бірінші, балалар бақшасына бармаған баланы ертеңгілікке белсенді түрде қатыстыру үшін қалай баулуға болады? Екінші, үлкендердің балалар ертеңгілігінде жеке немесе коллективті орындаушылығының бағдарламасын құрастырыңыз. Үшінші тапсырма сізге шығармашылық тапсырма. Музыка жетекшісі ретінде сіз балалармен қандай мерекелік ертеңгілік ұйымдастырар едіңіз? Балалар, бүгінгі үй тапсырмасы бойынша сіздерге сұрақтар осылай. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.